Эльбрус Нигматуллинның яны рекорды. Дөньяның en көчле insanны 26 тонналы автоны 21 санияде тартты. Böyle ağırlıqны да bir спортчы 25 метрге тартып olмаған еді. Трек-пул спорт сасында Эльбрустан көчлі инсан жоқ. Зачастую, когда подобные рекорды... Doğrusu яны рекордны коймақ üçün өз галиплеріне көз атасын деп хайт етті спортчы. Сонки 10-15 ел девамында Русияда 26 тонналы юкны 41 санияде бір кімсе тартып оламады. Мен белесем бұл пек güzel нәтиже. Чүнки mesela четел спортчылары бұл спорт чештінде тек 15 тонналы юкны тартып кечтілер. Рекордчының ғайретінен башқа спортчылар да юрекленділер. Оларның сырасында күрешчі ве оқчылар да бар. Бір кімселерге еңмек үшін нишанға түшмек керек еді. Дигерлерге есе рақибіні ерге йықмақ керек олды. Спортчылар күреш, алыш, құшықларда күреш ве қырым-татар күрешінде өз күчлеріні сынадылар. Бұл спорт чешітінде 75 килоға қадар ағырлықта деген категорияда чықышта болынған біздің ватандашымыз Эюб Курдеде ғалибе қазанды. Я приехал на эти соревнования. Менің үшін бұл спартакиада келетхан Рустем Казаков адыны турнирге бір азырлықтыр. Оның үшін мұнда күчімні сынап бақмаға істедім ве сонра шу турнирге де иштирах етмеге ниетім бар. Спартакиаданың дешкелячылары тариф еткеніне көре, Лейханың эссас мақсады бұл Русияда яшаған түрки қалқларына қол тұтмақтыр. Ишлер 5 сада алып барыла, оларының сырасында медениет эрбаплары, шайыр ве эдебиятшынаслар, яш спортчылар, иш адамлары ве алимлер бар. Проект черчевесінде уч буюк тедбір олып кечежек. Яни спартакиада яш алимлер үшін Умумрусия конференциясы Умумрусия Тюрк медениет фестиваля. Спорт байрамы иштиракчилер үшін бұл достлашмақ, сағлам аятқа чекілмек ве әлбетте бұйық мемлекетіміздің яшларының бірлешмесідір. Кележек сененің спартакиадасына тек бұл елі иштирак еткен Русияның 16 регионындан келген спортчылар дегілді, бұттың дүния спортчылары иштирак етер деген ұмытны білдірді тешкелечилар. Сабрия Алимова, Аким Бегеров, Миллет үшін.